Құрметті Ерлан Жақанұлы, қадірлі әріптестер, ұсынылған заң жобасы жұмыскерлердің құқығын қорғауға арналған маңызды қадам. Еңбек заңнамасында бүгінде жұмысшылардың құқығын толық қорғамайтын олқылықтар көп. Міне осындай олқылықтарды жою үшін біз арнайы түзетулерді әзірледік. Негізгілеріне тоқталайын. Бірінші, азаматтық құқықтық шарттар проблемасы. Мәселе бүгін неде? Елімізде көптеген жұмыс берушілер қаржысын үнемдеу және әлеуметтік кепілдіктерден жалтару үшін еңбек шартының орнына азаматтық құқықтық шарт, біз оны ГПХ дейміз, жасауды әбден әдетке айналдырды. Жұмыскер жұмыс тәртібіне бағынады, жұмыс кестесіне сәйкес жұмыс істейді, бастығы бар, бірақ қағаз жүзінде ол қызметкер емес, мердігер болып табылады. Бұл неге қауіпті? Өйткені бұл ГПХ-да отырған жұмыскер әлеуметтік кепілдіктерден айырылады. Ол еңбек демалысына шыға алмайды, әйелдер де жүктілікке байланысты демалысқа шыға алмайды, зейнетақы жарнасы аударылмайды, медициналық сақтандыруда онда болмайды. Енді біз бұған нақты тосқауыл қоямыз. Егер қарым-қатынаста еңбек шартының кем дегенде бір белгісі болса, онда азаматтық құқықтық шарт жасауға тыйым салынатын болады. Нәтижесінде біз 10 мыңдаған адам толыққанды әлеуметтік кепілдіктерге ие болады, біз оны қамтамасыз етеміз. Келесі, бір лауазым мен бір мамандық бойынша жұмыс істейтіндердің жалақысындағы алшақтық мәселесі. Бір кәсіпорында, бірдей лауазымда, бірдей функцияны атқаратын қызметкерлердің жалақысында бірнеше есе айырмашылықтың болмауы тиіс. Алайда қазіргі заңнамада бұл мәселе толығымен реттелмеген, сондықтан осындай әділетсіздік жиі кездеседі. Мысалы, бірдей жұмысты атқарып, бірдей талаптарға сай келетін шетел мамандары мен жергілікті мамандар арасында осындай жалақылар бойынша алшақтық проблемасы бар, біз оны жақсы білеміз. Сондықтан да біз ұжымдық шартқа бір лауазым ішіндегі ең жоғары және ең төменгі жалақының ара қатынасын міндетті түрде белгілеу туралы норманы ұсынып отырмыз. Бұл норма еңбек ақы төлеудегі әділдік үшін қажет деп санаймыз. Үшінші, еңбек даулары кезінде жұмыскердің мүддесін қорғау мәселесі. Қазір өндірісте жазатайым оқиға болса, оны тергейтін комиссияны жұмыс берушінің өзі құрады, өзі басқарады. Сондықтан көп жағдайда, енді оны ашығын айту керек, тергеу субъективті өтіп, жұмысшы немесе оның отбасы әділдік таппай, сенімсіздік пайда болады. Сондықтан біз тергеу процесін объективті ету мақсатында комиссияның құрамына тәуелсіз тараптарды, медиаторларды және оның туыстарын немесе адвокатын қосуға енді мүмкіндік беріп отырмыз. Егер тергеу ашық болса, оған бірнеше тараптар қатысса, бұл тергеу әділірек өтіп, қарапайым жұмыскердің дауысы ескерілетін болады деп санаймыз. Төртінші, өндірістік жарақаттың дәрежесін анықтау мәселесі. Мысалы, жұмысшы жарақат алды дейік. Оның қаншалықты ауыр екенін дәрігерлер қалай анықтайды? Сіздер әрине таңғаласыздар, бірақ дәрігерлер сонау 1994 жылғы, яғни ескірген әдістемелік ұсынымдарды бүгін пайдаланып отыр. Ал бұл заңда емес, нормативтік құжатта емес. Проблема неде? Нақты бірыңғай стандарт бүгін жоқ. Біз бір жарақатты бір қалада ауыр десе, екінші жеңіл деп бағалай салуы әбден мүмкін. Ал жарақатталған сол жұмысшының алатын өтемақысының мөлшері дәл осы медициналық қорытындыға тікелей байланысты. Шешу жолдары қандай? Біз бұл құқықтық олқылықты енді жоятын боламыз. Денсаулық сақтау министрлігіне өндірістік жарақаттың дәрежесін анықтайтын нақты, яғни бірыңғай қағидаларды бекіту құзыретін береміз. Мысалы, Франция, Канада сияқты елдерде бұл әлдеқашан стандартқа келтірілген сұрақ. Нәтижесінде дау-дамай азайып, әрбір жұмысшы жарақатына сай әділ өтемақы алуына мүмкіндік туады. Бесінші, бар кінәні жұмысшыға жабу проблемасы бүгін бар. Мәселе неде? Ашығын айту керек, қазіргі тәжірибеде оқиға болса, комиссия көбіне бар кінәні жұмысшының өзіне аудара салуды тырысады. Өзі кінәлі қауіпсіздік техникасын сақтамады деп, кінәнің 50%-ын тіпті 70%-ын жұмысшының өзіне жаба салады. Нәтижесінде денсаулығынан айырылған жұмысшы тиесілі өтемақысынан да қағылады. Сондықтан біз мынандай ұсыныс бердік. Қызметкердің өрескел абайсыздығы анықталған күннің өзінде оның жауапкершілігін 25%-ден асырмауымыз керек. Бұл норма зардап шеккен қызметкерді қорғау үшін өте маңызды. Сонымен қатар бұл жұмыс берушінің жауапкершіліктен қашпай қауіпсіз еңбек жағдайын жасауға ынталандыру үшін маңызды тетік деп санаймыз. Құрметті әріптестер, заң жобасында бұдан да басқа маңызды әлеуметтік нормалар қарастырылып отыр. Атап айтқанда, біз бұл заң арқылы әкелердің де құқығын қорғап отырмыз. Қазіргі қолданыстағы жүйеде егер жұмыссыз ана 3 жасқа дейін бала күтімімен үйде отырса,
Бұл кезең оның еңбек өтіліне, яғни стажына есептеледі бүгін. Алайда дәл осы құқық бүгін әкелерге берілмеген. Біз бұл теңсіздікті жоюды ұсынып отырмыз. Енді заң қабылданса, егер бала күтіміне әке шықса, енді бұндай фактілер бүгін бар, оны біз жақсы білеміз. Бұл кезең оның да еңбек өтіліне қосылатын болады. Бұл тек әлеуметтік әділеттілік емес, сонымен қатар қоғамдағы отбасылық рөлдер мен ата-аналық жауапкершіліктің теңдігін қалыптастыруға бағытталған маңызды қадам деп санаймыз. Қорытындылай келе, біз ұсынып отырған әрбір норма тек заңдық түзету емес, бұл әділдікке деген үлкен қадам. Сондықтан заң жобасын бірінші оқылымда қолдауларыңызды сұраймыз. Назарларыңызға рахмет. Рахмет. Баяндама аяқталды. Құрметті әріптестер, енді сұрақ беру рәсіміне көшейік. Алғашқы сұрақ беретін депутат Ерубаев Серік Сәрсенұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің вице-министрі Асқарбек Маратұлына. Еңбек дауларын реттеу мақсатында заң жобасы аясында еңбек кодексінің 159 бабына сәйкес жұмыс беруші мен жұмыскер арасында еңбек дауы туындаған жағдайда ортаға делдал, яғни посредник тартуға бағытталған норма қарастырылған екен. Осыған байланысты менде бірнеше сұрақ бар. Бірінші, осы делдал бола алатын тұлғалар кімдер және оларға қандай талаптар қойылады? Екінші, делдалдың өкілеттігін атап өтсеңіз. Үшінші сұрақ, егер де дау жұмыс беруші мен ұжымның ортасында болатын болса, осы делдалдарды тартуға бола ма? Рахмет. Сұрақ еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Асқарбек Маратұлына. Микрофон қосыңыздар. Сұрағыңызға рахмет. Үкіметтің қорытындысымен жеке еңбек дауын қарау кезінде келісім комиссияның жұмысында делдалды тарту жағын депутаттардың ұсынылған түзетуді 159 бабына қолдау тапты. Делдалдарға қойылатын талаптар қандай? Біріншіден, ол қызметкер мен жұмыс берушінің арасында тәуелсіз кез келген тұлға болады. Ол жеке немесе заңды тұлға. Жеке тұлға ол заңгер, юрист, медиатор. Заңды тұлғалар ол жаңа медиация орталықтары, заң фирмалары, консультациялық компаниялары. Екіншіден, жұмыс беруші мен жұмыс қызметкердің арасында делдалды тарту үшін жазбаша түрде келісім болу керек. Егер ондай келісім болмаса, онда ол делдалды тартуға болмайды. Сол себептен делдалдың негізгі критериялары ол біріншіден тәуелсіздік, екіншіден бейтараптық, үшіншіден міндетті түрде келісім болу керек. Рахмет. Депутат Ашымжанов Жанарбек Садықанұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым баяндамашыға, сондай-ақ еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкіліне арналады. Құрметті Асхат Қанатұлы, жалпы бұл өте маңызды заң жобасы, жеке өз басым қолдаймын. Бүгінгі таңда еңбек кодексінің 157 бабында ұжымдық шартқа жалақыны индексациялау тәртібі мәселесін енгізу мүмкіндігі көзделген. Өзіңізге мәлім, депутаттар аталған заң жобасына бастамашылық еткен кезде жалақыны жыл сайын міндетті түрде индексациялау тетігін енгізуді ұсынған еді. Алайда келісім барысында өкінішке қарай бұл норма үкімет тарапынан қолдау таппай, заң жобасынан сылынып алып тасталды. Құрметті Асхат Қанатұлы, бұл өте маңызды мәселе, сондықтан алдағы уақытта басқа заң жобаларын қарау барысында бұл мәселені қайта көтеру жоспарда бар ма? Осы түйткілді қандай тетіктер арқылы шешу керек деп есептейсіз? Екінші сұрақ еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкіліне Асқарбек Маратұлы, егер ұсынылған норма қолдау таппаса, ал қолданыстағы норма іс жүзінде жұмыс істемесе, жыл сайынғы жалақыны арттыру мәселесі бойынша сіздің министрлік жұмыс берушілерге қалай ықпал етпек? Рахмет. Рахмет, құрметті Жанарбек Садықанұлы. Сіз дұрыс айтасыз, шын мәнінде ескі кодексте дәл осындай норма болған индексация бойынша. Бірақ қазіргі жаңа кодексте бұндай норма жоқ. Сондықтан біз осы заң жобасын дайындаған бір топ депутат осы заң жобасының мәтінде осындай норманы ұсынған болатынбыз. Бірақ енді өте үлкен пікір таластар болды. Және жұмыс берушілермен де бірнеше рет кездестік. Және де нәтижесінде үкіметтің берген бізге қорытындысында бұл норма қолдау таппады. Бірақ дегенімен әрине бұл мәселе күн тәртібінде әлде де қала береді. Біз бұл мәселені әлде талқылаймыз.
Өйткені жалпы енді индексация мәселесі маңызды болып тұр. Кем дегенде оны мынау ұжымдық келісім шарттың шеңберінде міндетті түрде қарастыру мәселесін мүмкін болашақта осы мәселеге қайтып келуге болатын шығар. Бірақ қазіргі уақытта дәл осындай шешім бүгін бар. Рахмет. Еңбек министрлігі Асқарбек Маратұлы. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы қазір ұжымдық шартта қазір ондай міндетті норма емес, бірақ ондай индексация болу керек деген, егер екі жақтан келісім болып жатса, ондай норма бар. Бірақ қазіргі уақытта біз ол түзетуді, пысықтау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Себебі қазір біздің жұмыс берушінің конфедерация, парыз, атамекен, ұлттық палатасы, олар деген енді біраз сұрақтар көтеріп жатыр. Барлық жұмыс берушілер ол индексацияны жасай алмайды деп. Сол себептен қазір талқылау, пысықтау жұмыстары жүргізілуде. Біз оны өзіміздің бақылауымызда ұстап отырмыз. И біздің талқылау біткеннен кейін біз осы парламентке тағы да қайтып ол сұрақпен келіп жалғастырамыз. Рахмет. Асхат Қанатұлы, индексациялау ол кол договорда болмай ма? Қазіргі уақытта, Ерлан Жақанұлы, қазіргі уақытта ол кол договордың ішінде міндетті емес, ол екі тарап қарастырып, соған кіргізуге болады деген мәселе. Біздің айтуымызша индексация мәселесін, соның ішінде өзі бапта екі жаңағындай бағыты бар. Бірінші, сол кол договорда міндетті болу керек, қаралу керек деген нормалар, және де ішінде қарауға болады деген норма. Бүгін сол болады деген нормадан біз бірінші жағына ауыстыруды мысалы ұсынғанбыз. Сол кол договорды дайындағанда ұжымдық келісім шартты міндетті түрде осы мәселені бірге қарастыру керек деп. Енді бүгінгі күні әлі пікір талас жүріп жатыр, әрі қарай жұмыс жалғастырамыз. Енді түсінікті. Депутат Қалықов Арман Қобыландыұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Мой вопрос адресуется представителю Министерства труда и социальной защиты населения. Вот, как вы знаете, сегодня работодателями широко на практике используется заключение договора гражданско-правового характера, который работники зачастую принимают как трудовой договор. В целях защиты трудовых прав работников депутатами предложено установить ограничения на заключение договора с физическим лицам гражданско-правового характера, если в нем имеются признаки трудовых отношений. Мы поддержим эту норму, она позволит сократить так называемую теневую занятость, а также обеспечить гарантию сохранности социальных и трудовых прав работников. Вместе с тем, прошу пояснить, в каких случаях договора гражданско-правового характера будут признаваться трудовыми договорами и какими же все-таки отличительными признаками должен обладать трудовой договор. Министерство труда и соцзащиты. Аскарбек Маратұлы, вам вопрос. Спасибо за вопрос. На сегодня Трудовым кодексом предусмотрена статья 27. Это отличие трудового договора от иных видов договора. Там предусмотрено 3 подпункта. Первое – это выполнение работником работы функций по определенной квалификации, специальности. Второе – это выполнение обязательств лично с подчинением руководству. И третье – это получение работникам заработной платы. То есть уже отличие трудового договора от иных договоров есть. Теперь как этот порядок будет осуществляться? Первое. Сам работодатель должен все гражданско-правовые договоры проверять на соответствие этой статье. И если видит он соответствие, то должен заключаться непосредственно только трудовой договор. Второе. Со стороны государственных органов контроль будет осуществляться с инспекцией по труду. У нас есть единая система учета трудовых договоров. И в эту систему сейчас технически реализована возможность подгружать работодателям договор ГПХ. И теперь уже в системе порядка 300 договоров ГПХ уже у нас имеется. Мы по ним проводим мониторинг. И если инспектор по труду увидит, что этот договор имеет отличительные признаки больше к трудовому договору, обязательно идет предписание работодателю о том, чтобы он перезаключил договор на трудовой договор. Спасибо. Депутат Нұрым Гүлдара Алданышқызы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым денсаулық сақтау министрлігінің өкіліне арналады. Асхат Қанатұлы баяндамасында атап өткендей, ұсынылған нормаларға сәйкес денсаулық сақтау министрлігіне өндірістік жарақаттардың ауырлық дәрежесін айқындау қағидаларын бекітуі көзделген.
Біз бұл норманы қолдаймыз. Өйткені бүгінде дәрігерлер денсаулыққа келтірілген зиянның ауырлығын бағалау кезінде әртүрлі әдістемелерді қолданады. Бұл өз кезегінде түрлі әлеуметтік төлемдердің мөлшеріне әсер етеді. Өндірістік жарақаттардың ауырлық дәрежесін айқындау кезінде қандай негізгі критерийлер қолданылады? Рахмет. Денсаулық сақтау вице-министрі Тимур Исламжанұлы, жауап беріңіз. Рахмет сұрағыңызға. Енді зардап шеккен адамның денсаулығына келтіретін зақының сипаты мен ауырлық дәрежесі, сонымен қатар өлім себебі туралы медициналық қорытындыны беру, ол еңбек кодексіне 187 бабына сәйкес беріледі. Жарақаттың ауырлық дәрежесі ол медициналық қызметкерлермен айқындалады. Қажетті критерийлер бар, ол методологиялық ұсыныстар, сонымен клиникалық хаттамаларда белгіленген. Ол критерийлер, сол критерийлердің негізінде ауырлық дәрежесі жеңіл, орташа немесе ауыр деп жіктеледі. Сонымен қатар айқындау барысында осы зақымдауның сипаты, оның өмірге қауіптілігі, денсаулықтың бұзылу ұзақтығы, сонымен қатар еңбекке қабілеттілігінің жоғалтуы жазылған. Осы еңбек заңнамасында өндіріске жарақат алған қызметкерлерге тиісті өтем ақыны тағайындау үшін жарақаттың осы ауырлық дәрежесін анықтау тәртібімен белгіленген. Рахмет. Депутат Казанцев Павел Олегович. Рахмет, құрметті Ерлан Жаканұлы. Мой вопрос представителю Министерства труда и социальной защиты населения. Встречаясь в разных трудовых коллективах с людьми, нам часто задают один и тот же вопрос в части разницы, высокой разницы между размерами заработной платы руководящего состава и рядовых работников. И как мы знаем, что эта разница иногда составляет не в разы, а на порядке. И, естественно, это очень чувствительный вопрос для людей. Вот. Теперь обращаемся к законопроекту. Значит, согласно законопроекту, коллективный договор дополняется, цитирую, новыми обязательными условиями. Значит, в части, внимание, установления допустимого соотношения между максимальными и минимальными размерами заработной платы по соответствующей профессии и должности в организации. Прошу представителя министерства пояснить, правильно ли я понимаю, что предложенная норма не будет решать проблему диспропорции в оплате труда между руководством и работниками. И второе, в целом, как будет рассчитываться указанное соотношение заработной платы и какие будут приняты критерии за основу. Рахмет. Министерство труда Аскарбек Маратұлы, пожалуйста. Спасибо за вопрос. В целом поправка направлена на исключение диспропорций в организации, поэтому предусмотрена такая поправка. Она допускает соотношение между максимальным и минимальной заработной платой по соответствующей профессии, должности в организации. То есть, если это одинаковая профессия, то, соответственно, не должно быть диспропорции, а должна быть соответствующая у обоих заработная плата. Теперь поправка в целом предусматривает устранение дисбаланса в заработных платах работников. Минимальные, максимальные размеры они будут устанавливаться, исходя из финансовой возможности предприятия и определяться сторонами самостоятельно. Это между работодателями и работниками. Для ориентира мы будем использовать международную практику, это индекс Кейтса. У нас уже в международной практике есть соотношение, где коридор между минимальной и максимальной заработной платой составляет от 0,4 до 0,6%. То есть на основе этого подхода стороны коллективного договора определяют минимальную заработную плату. При этом минимальная заработная плата должна определяться на каждый разряд. К примеру, если слесарь имеет 5 разрядов, то на 1, 2, 3, 4, 5 разряд определяется соответствующая заработная плата. И устанавливается максимальный размер через фиксированное соотношение. То есть такая работа будет проводиться, и в целом такое соотношение минимум-максимум в коллективном договоре он приведет к устранению диспропорций в заработной плате. Спасибо. Да, Павел Олегович, второй. Включите микрофон депутата Казанцева второй раз. Я еще раз возвращаюсь к вопросу. Вы повторили мой вопрос, только в утвердительной форме, значит, и потом рассказали о положении из коллективного договора. Я работал в профсоюзах, наизусть знаю эти вещи.
Значит, вопрос касается следующего. Будет ли решать эта поправка диспропорции в оплате труда между руководством, который ну, как бы профессия, не профессия, руководство, это каста, руководством и работниками в организации? Вот конкретно ответьте на этот конкретный вопрос. Спасибо. Пожалуйста, еще раз микрофон включите первого вице-министра. Спасибо за вопрос. Значит, в организации есть четкое градирование должностей. Руководитель, он, как правило, занимает верхнюю звено руководства. У него есть своя определенная сетка. Ниже идут его заместители и так далее, руководители департаментов. На каждом уровне будет определяться соответствующая заработная плата, минимум, максимум. То есть, таким образом, прям между работником и руководством, наверное, соотношение полностью, ну, разница будет в любом случае, так как у руководства из практики всегда, исходя, заработная плата идет больше. Поэтому здесь... Был же конкретный вопрос. Можно я отвечу? Да, пожалуйста, Асхат Канатович. Уважаемый Павел Олегович, действительно, мы как авторы заложили здесь другой смысл. То, что касается вашего вопроса, отвечаю коротко, нет. Мы здесь преследовали задачу, что у нас есть некоторые предприятия, где тот же самый слесарь, он бывает, ну, наш местный, и бывает тот же самый слесарь, он выполняет те же самые функции на той же самой должности, но он получает, ну, несравненно, ну, большую заработную плату. Хотя выполняет одну и ту же работу, одна и та же должность, одни и те же квалификационные требования. Вот мы хотим сейчас решить проблему вот именно тех, кто работает на одной позиции. По вашему предложению мы готовы до второго чтения дополнительно проработать. Спасибо. Депутат Куспеков Олжас Хайруллаұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жаханұлы. Мой вопрос адресуется докладчику и Министерству труда. Уважаемый Асхат Канатович, как вы отметили в своем докладе, в рамках законопроекта в целях обеспечения равенства прав предлагаются нормы по зачету стажа для начисления пенсии, время фактического ухода за ребенком неработающего отца. Сегодня такое право предусмотрено только для матерей, где в совокупности для них при начислении пенсии зачитывается до 12 лет времени ухода за ребенком. Хотелось бы уточнить, уважаемый Асхат Канатович, принимая такую норму, не спровоцируем ли мы массовый выход в декрет отцов, к примеру, из числа военнослужащих, государственных служащих и других категорий? И вопрос Министерству труда. Поясните, как на практике будет подтверждаться фактическое время ухода за ребенка отцом? Да, спасибо большое, Олжас Хайруллаевич. Ну, надо признать, что сегодня возможность выхода в декрет для отцов, она уже законодателем предусмотрена, то есть это уже свершившийся факт, но здесь есть дискриминация, когда мать выходит и работает, сидит рядом с ребенком, засчитывается стаж, и до 12 лет можно засчитать стаж, но отцы теперь уже выходят в декрет, им не засчитывается, поэтому мы эту дискриминационную норму сейчас меняем. Те, кто должны были выйти, могли выйти в декрет, они, я думаю, что уже вышли, поэтому мы массового такого исхода, массового тока не прогнозируем. В целом это уравнивает права как мужчин, так и женщин, именно в конкретном данном вопросе. Спасибо. Аскарбек Маратұлы. Спасибо за вопрос. Я хотел бы попросить, если разрешите, дайте информацию в письменной форме на вопрос, который задан мне. Депутат Ким Вера Александровна. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович. На первую часть моего вопроса уже представитель Министерства труда и социальной защиты населения ответил по поводу, кто будет принимать решение о признании гражданско-правового договора трудовым. В то же время хотелось бы уточнить, какие последствия повлечет такое признание для работодателей. И также прошу пояснить, будет ли работодатель обязан возместить все непроизводственные социальные платежи по временной нетрудоспособности, а также предоставить оплачиваемый трудовой отпуск и обеспечить уплату пенсионных взносов в ОСМС за весь период, в течение которого фактически существовали трудовые отношения. Спасибо. Министерство труда Аскарбек Маратұлы. Спасибо за вопрос. В случае, если выявляется, что гражданско-правовой договор имел признаки трудового договора по истечению определенного периода времени, то государственный инспектор, как я уже говорил, он направляет предписание работодателю об изменении на трудовой договор. В случае, если он не будет этого делать, то он будет привлекаться к ответственности. Это статья 195 Трудового кодекса. Что касается, будет ли компенсировано ему тот прошедший
ушедший в отпуск за этот период, то этот вопрос будет предусматриваться в новом заключаемом трудовом договоре с работником. Эти вопросы будут обсуждаться сторонами по соглашению сторон с участием государственного инспектора. Спасибо. Депутат Сарсенғалиев, Нартай Аралбайұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің өкіліне. Енді біз қазір қоғамдағы қымбатшылықтың деңгейін көріп отырмыз, күн сайын өсіп жатыр. Біз қоғамдағы жұмыссыздық мәселесін көріп отырмыз. Осының барлығы азаматтардың лайықты өмір сүруіне мүмкіндік бермейтін проблемалар екенін білеміз. Осы тұрғыда азаматтар тағы бір проблемамен ұшырасып отыр. Бұл заңды түрде жұмыс істеп жатқан азаматтарымыз уақытында жалақысын ала алмайды. Жұмыс берушілер уақытында төлемейді. Салдарынан азаматтар несиесін уақытында жаба алмайды. Одан бөлек супермаркеттерде біздің азаматтарымыздың кредитке тамақ алып ішуге мәжбүр екенін көреміз. Осы проблеманы шешу үшін жұмыс берушілерге қойылатын талаптарды арттырайық дедік біз осы заң жобасында. Өйткені қазір жұмыс беруші уақытында жұмысшыға жалақысын төлемесе, оған әкімшілік жаза қолданылады және азғантай мөлшерде ғана өтемақы төлеуге міндет қойылады. Ал біздер осы өтемақының мөлшерін ұлттық банктың базалық мөлшерлемесінің 1,25 есесінен 5 есеге дейін көтеруді талап еттік. Бірақ үкімет мұны қолдамады. Сондықтан да осы қолдамаудың себебін білгім келеді және алдағы уақытта жұмыс берушілер жұмысшыларға уақытында жалақыны төлемесе, қандай шара қолданбақ министрлік? Осыны білгім келеді. Екінші сұрағым денсаулық сақтау министрлігінің өкіліне, жаңа сіздер Гүлдан Данышқызының сұрағына жауап бергенде өндірістік жарақат алу мәселесін көтеріп қалдыңыздар ғой. Біз бәріміз білеміз, қазір қайғырып отырған жағдайымыз бар. Мынау Ұлдана Мырзауан деген фельдшер қыз 23 жасар. Кеше ғана көз жұмды. Вызовқа барды, 9 қабатты үйдің қасбеті құлады, соның астында жарақат алып көмек сұрап жатқан азаматтарға көмектесем деп жүгіріп барды, төтенше жағдай қызметкерлері келгенше. Басына кондиционер құлады, ес-түссі жимай, кеше ғана тұрмысқа шыққан кеп кішкентай қызымыз көз жұмды. Осындай жағдайлар орын алған кезде, осы заң жобасында қандай осы азаматтарды өндірістік жарақат алудан, өндірістік осындай төтенше оқиғалардан қорғаудың тетіктері жазылған? Не өзгерттіңіздер, осыны білгім келеді. Рахмет. Еңбек министрлігі Асқарбек Маратұлы, бірінші сұрақ сізге. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы егер жұмыс беруші жұмыскерге уақытында айлығын төлемесе, ол жұмыс беруші әлеумет жауапкершілікке тартылады. Ол деген біздің еңбек кодексімен белгіленген, бірақ сіз айтқан оның жауапкершілігін штрафтарын көтеру мәселесін біз оны жұмыс беруші конфедерация, сосын Атамекен палатасымен ұлттық өкілдерімен қазір пысықтау жасап жатырмыз. Олар енді штрафты көтеру жағынан қарсылық білдіріп отыр. Себебі жұмыс берушілердің мүмкіншіліктері барлығында жоқ. Сол себептен ол қазір талқылау жасалып жатыр. Біз ол сұраққа қайтып келеміз. Екіншіден, егер если происходит несчастный случай, как вы описали в ситуации, которая недавно произошло, то, как вы знаете, создается соответствующая комиссия, проводится расследование, и здесь будут государственным инспектором приниматься всесторонние меры, чтобы привлечь виновных к этому вопросу. Но какие меры принимаются для обеспечения безопасности и охраны труда? Первое, это нами ведется сейчас рискоориентированный подход, идет интегральная оценка. У нас есть система цифровая карта предприятия, карта трудовых рисков. Мы ведем мониторинг по 95 тысяч предприятиям, где они имеют вредные и опасные условия труда. Второе, это, конечно, повышение квалификации, подготовка, переподготовка работников, чтобы они знали технику безопасности. Третье, это обязательное страхование работников от несчастных случаев. Мы сейчас в периметр этого работы взяли 175 предприятий, из них 113 тысяч предприятий уже застраховали своих работников. И четвертое, это усиление, повышение мониторинга и контроля со стороны государственных инспекторов. То есть мы работу ведем вот по этим 4 направлениям. Спасибо. Екінші сұрақ денсаулық министрінің орынбасары Тимур Сұламжанұлы сізге. Сұрағыңызға рахмет. Енді бұндай жағдайларды болдырмау үшін қазіргі уақытта сәйкесінше еңбек заңнамасында осы қорғау тетіктері, сонымен қатар регламенттер жазылған болатын. Енді төтенше жағдай қызметкерлерінен бұрын келіп, біздің фельдшеріміз осы өзінің парызын
міндетін атқару жағдайында осындай травмаға мерт болған екен. Енді осыны өзін қорғау үшін қазір денсаулық сақтау министрлігі осындай біздің фельдшерлерді, денсаулық сақтау қызметкерлерін, жаңа жедел жәрдем қызметкерлерін қосымша өзін қорғау бұйымдарымен қамтамасыз ету жайлы жаңағы қажетті бұйымдармен қамтамасыз ету бойынша шараларды қабылдауға ойластырып жатыр. Депутат Жұбанов Әділ Орынбасарұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің өкіліне бағытталады. Мына еңбек кодексінің 135-ші бабының 4-ші тармақшасында вақталық мерзім 15 күннен аспау керек деп нақты көрсетілген. Бірақ алайда жұмысшының келісімімен 30 күнге дейін ұлғайтуға болады деген сөйлем және көрсетілген. Мен осы қаралып отырған заң жобасына соңғы сөйлемді алып тастау қажет деген ұсыныс бергенмін. Себебі 30 күндік ұзақ уақыты қызметкердің денсаулығына, психологиялық және физикалық жағдайына теріс әсер етеді. Өндірістік жарақаттардың өсуіне әкеліп соғады және отбасы институтының әлсіреуіне әкеледі делінген. Менің осы ұсынып отырғаным бизнеске шектеу емес, ол экономика мен адам құқығы арасындағы тепе-теңдікті қалпына келтіру. Жұмыс тобындағы депутаттар тарабы осы беріліп отырған ұсынысты толығымен бір ауыздан қолдап отыр. Енді осыған қатысты сұрағым, сіз өкілетті орган ретінде, осы халқымыздың құқығын қорғау министрлігі ретінде осы ұсынысымды қолдайсыздар ма? Жоқ әлде олигополияның айтқаны бола бере ме? Осы сұрағыма жауап беріңізші, рахмет. Еңбек министрінің орынбасары Асқарбек Маратұлы. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы ол қазір түзету біздің қарауымызда үкіметтің қорытындысы талқылап жатыр. Әлі шешім қабылданған жоқ. Бірақ жалпы біз осы енді вақтыға жұмыс жасап отырған адамдармен талдау жүргіздік. Мысалы, егер Маңғыстау облысын алсақ, онда 10.630 адам вақтамен жұмыс жасайды. Оның 10.570-і 15 күнге дейін вақтамен жұмыс жасайды. 60 адам, тек қана 60 адам 30 күнге дейін жұмыс жасап жатыр. Енді қазір еңбек кодексінде 30 күнге дейін жұмыс жасау үшін енді келісім болу керек жұмыскердің. Қазір бірінші талқылау өткенде біздің жұмыс беруші конфедерация парыз атамекен ұлттық палатасы олар қарсылықтарын білдіріп жатыр. Бірақ біз ол әлі түзетуді пысықтау талқылау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Арнайы ол сұрақ біз қайтып келеді. Біз парламентте оны әлі жалғастырамыз. Рахмет. Жақсы. Үкіметтің қорытындысын күтеміз ғой енді. Депутат Баққожаев Ана Сахатұлы. Көп рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Мен сұрағым баяндамашыға және әділет министрлігіне шығар. Мына көп мекемелерде, жекеменшік мекемелерде басшылар, олардың орынбасарлары, тіпті коллектив, кейбір адамдарды мысалға жақтырмайды жұмысшыларды. Қызғанышпен қарайды. Содан кейін оны барлығы эмоционалдық, психологиялық қысым қалады. Өсек таратады, әжуалайды, мысқылдайды. Оның түпкі мақсаты жұмыскер өзі арыз жазып жұмыстан шығып кету. Бұл жағдайлар бар. Өкінішке қарай кейбір мектептерде де мен көрдім. Мұғалімдердің өзін коллектив болып қысым көрсетеді. Бізде мысалға ондай баптар жоқ. Шетелде бар екен. Шетелде моббинг деген бір ұғым бар екен. Демек осындай қысым көрсетілсе, жұмысшылар шын мәнінде заңмен қорғалады. Ол мекемелерге арнайы үлкен жаза қарастырылған. Асхат Қанатұлы, айтыңызшы, осы ауыл фракциясы ретінде біз осыны ұсыныс берсек, сіздің пікіріңіз қандай осы моббинг туралы, жағдайлар бойынша? Және оны қазіргі әділет министрлігіне сұрақ, қазіргі заңнамада осындай жағдайларды қалай реттеу, қандай тетіктері қарастырылған? Рахмет. Көп рахмет, Ана Сахатұлы. Енді сіздің берген түзетуіңіз болса, біз жұмыс тобында міндетті түрде оны қараймыз, оны зерттеу керек. Бірінші кезекте қазір бәленше деп айту қиын, өйткені оны қалай ертең, оны енгізу оңай, ол қалай жұмыс істейді, оны қандай
жаңа тетіктері бар деген сұрақ ең басты сұрақ қой. Өйткені біз норманы қабылдағаннан кейін ол жұмыс істеу керек. Бірақ негізінен жалпылама айтатын болсам, мен осындай отбасының арасындағы қарым-қатынастарға, бір ұжымның арасындағы формалды емес қатынастарға, бір басқа да бір діни, басқа бір қатынастарға мемлекеттің көп араласқаны менің ойымша дұрыс емес сияқты. Өйткені кейбір қарым-қатынастар бар, олар дәстүрмен, бір тиісті басқа да нормалармен біздің қоғамда реттеледі. Өйткені заң барлық мәселені реттей бермейді ғой. Заң көбінесе бізде қоғамдағы бір үлкен мәселелерді реттейді. Біз жаңағындай бір ұсақ емес, маңызды, бірақ ол өз реттелетін сұрақтарға отбасының арасындағы, ата-ана мен баланың арасындағы, әлде жаңағы басшы мен әлде ұжымның ішіндегі мәселелерге кіріссек, ол қалай болады деген сұрақ бар. Сондықтан бұны біз реттейік, қарайық, зерттейік. Ұсынысыңызды беріңіз, Ахат Асан. Смағұлов, депутат Смағұлов, Бауыржан Әміржанұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағым еңбек министрлігінің өкіліне. В законопроекте предусмотрен сбор подписей, порядка 50%. В уведомлении о начале забастовки. Каким образом будет реализован механизм сбора подписей? Не будет ли это поводом для оказания давления работников в дальнейшем? Ну и забастовка вообще имеет такой стихийный характер. Рахмет. Халықты әлеуметтік қорғау және еңбек министрінің орынбасары Асқарбек Маратұлы. Спасибо за вопрос. В целом вопрос проведения забастовки это очень много раз обсуждался и находится как бы в мониторинге у Министерства труда. Есть этапы, которые, как вы знаете, уважаемые депутаты, что сперва должны, если есть какие-то вопросы нерешенные, то это должно быть сперва решено с работодателем, потом на примирительной комиссии, после этого трудовой арбитраж, и только после этого суд, и далее уже можно на забастовку. То есть эти вопросы должны пройти сперва этот этап, а в целом сбор подписей это не будет никак являться каким-то давлением на работников, это наоборот дает право работникам подавать голос, если выдержаны все этапы в соответствии с законодательством. Спасибо. Депутат Мутали Абуталиб. Рахмет, Ерлан Жаханула. Мой вопрос представителю Министерства труда и социальной защиты. Представленный законопроект бесспорно имеет социально ориентированный характер и нацелен на кардинальное улучшение защиты трудовых прав казахстанцев. Однако законопроект ужесточает требования к работодателям, в частности, обязательного заключения трудовых договоров вместо гражданско-правовых. Это абсолютно верно с точки зрения защиты прав работников. Однако, не считаете ли вы, что это может создать дополнительную административную и финансовую нагрузку на малый и средний бизнес, который и так находится в сложных условиях? Какие меры поддержки или переходные периоды предусмотрены для того, чтобы бизнес, особенно мелкий, мог адаптироваться к новым требованиям без резкого роста издержек? Не приведет ли эта норма к судебным спорам по каждому такому случаю и росту нагрузку на бизнес? Министерство труда и соцзащиты, представитель Аскарбек Маратұлы. Спасибо за вопрос. Я уже до этого озвучил, что сейчас в Министерстве труда в информационной системе единый учет трудовых договоров предусмотрена техническая возможность, куда работодатель может подгружать договора гражданского правового характера. Это делается для того, чтобы совместно с работодателем ввести мониторинг, и если данный договор имеет признаки трудового договора, то это будет трудовым договором. Никакие административные рычаги на отсутствие, то есть не заключение сейчас госинспекторы не имеют, это только работа с работодателем, консультации, это письма, это предупреждение, то есть штрафы здесь не предусмотрены. В дальнейшем мы будем эту работу также продолжать, вести консультацию, чтобы работодатели поэтапно могли уже на практике определиться с гражданско-правовыми договорами и трудовым договором. Спасибо. Депутат Абден Қарақат Жақсылыққызы. Рахмет, құрметті төраға. Сұрағым өкілетті органның вице-министрі Асқарбек Маратұлына.
Өкілетті орган кім ол? Вице-министр Асқарбек Маратұлы. Еңбек. Еңбек және халықты әлеуметтік. Жалғастыра беріңіз. Бұған дейін ауыл партия фракциясының атынан мен үкіметке бұл сұрақты жолдаған едім. Кішкентай балалары бар ата-аналардың қысқартылған жұмыс уақытына құқығын қамтамасыз ету мәселесі жөнінде үлкен бір депутаттық сауал жолдаған едік. Кішкентай балалары бар жұмыс істеп жүрген ата-аналар тіпті балаларын балабақшадан алып кетуге мүмкіндіктері болмай қалады. Үкіметтің сол кездегі жауабы бойынша қолданыстағы заңнамада кішкентай балалары бар ата-аналардың қысқартылған жұмыс уақытын талап етуге құқығы бар, тыйым салынбаған, яғни рұқсат етілген қағидасы бар. Жұмыс уақытының форматы жұмыс берушімен келісім арқылы шешілетіні айтылған еді. Алайда іс жүзінде жағдай басқаша қалыптасып отыр. Қысқартылған жұмыс уақытын сұраған көптеген аналардың айтуы бойынша еңбек шартында бұл мәселе келісілмейді. Осыған орай келесі сұрағым бар. Қолданыстағы еңбек заңнамасы жұмыс берушіні, баласы бар ата-ананы қысқартылған жұмыс уақытын беру талабын орындауға міндеттей ме? Және де еңбек нарығында осындай ата-аналарды қорғау мақсатында мұндай жағдайлардың алдын алу үшін министрлік қандай іс-шараларды жүргізуде? Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігі. Асқарбек Маратұлы. Сұрағыңызға рахмет. Жалпы жұмыс беруші мен жұмыскердің арасында еңбек шартты жасағанда жұмыс күннің уақытын келісіп алуға болады. Мысалы, күнді 8-ден бастап жұмыс істеп 6-ға дейін, или 5:30-ға дейін, я болмаса 9-дан бастап, субботу, егер 5-ке дейін жұмыс жасайтын болса, онда субботу қосымша тағы обедке дейін жұмыс жасауға, сондай екі жақты келісіммен оны дұрыстауға болады. Бірақ егер жұмыс беруші ондай келісімге келіспей отса, онда жұмыскер деген заңға сәйкес арыздану керек. Ол арыз деген біздің инспекция мемлекетіне түседі, біз оны араласып, ол жерде көмектесеміз. Депутат Сейітжан Кенжеғұл социалолы. Рахмет, Ерлан Жақанұлы. У меня вопрос к Министерству спорта. В местных органах есть спортивные организации, клубы для людей с инвалидностью, но эти клубы не принимают как бы по договору на работу. И вот спортсмены, у нас много спортсменов, которые от клуба выступают, но они по факту не являются сотрудниками. Да? То есть вот этот вопрос, как можно в рамках этого законопроекта решить? Потому что есть люди, которые и 20 лет, и 30 лет в этом клубе состоят, но они официально, можно сказать, не являются работниками. Поэтому у них и заработной платы практически нет. Хотя и выигрывают и чемпионаты, и на мировых аренах выступают. Это первый вопрос. Второй вопрос, вот разница между, например, кандидатом мастера спорта и мастера спорта международного класса тоже огромная, нету разницы. А по вот этому законопроекту возможно ли это разницу решить? Потому что действительно мастер международного класса это не просто получить, это действительно большая работа. Спасибо. Кенжеғұл социаллы, рұқсат болса мен жауап берейін, осы заң жобасының авторларының бір ретінде. Что касается вот членов клубов, насколько я понял, то есть это спортивные клубы, там определенные спортсмены занимаются, также да, являются членами клубов. И ваше предложение, чтобы они не только были членами клубов, но и работниками и получали заработную плату. Ну, на сегодняшний день, во-первых, в законопроекте этой нормы нет. Во-вторых, Трудовой кодекс в принципе эти вещи четко определяет. Трудовые отношения, когда и как возникают. Если, соответственно, этот человек выполняет определенные трудовые функции, а не просто там занимается, а работает, выполняет трудовые функции, в таком случае он должен заключать трудовой договор. Если он выполняет трудовые функции, но в данном случае эта организация пытается каким-то образом не заключать трудовой договор, может обращаться в инспекции по труду. Кстати, по нашей поправке в прошлом году
инспекции по труду были переданы сведения местных исполнительных органов на уровень центрального исполнительного органа, поэтому объективности, я думаю, что она намного выше. Что касается разницы в оплате труда или там в определенной оплате по кандидатам или по мастерам спорта и так далее, это не предмет данного законопроекта. Это надо рассматривать в рамках 1193 постановления правительства. Депутат Нұртаза Самат Русланұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Мені қысқаша сұрағым, Асхат Қанатұлы, сіздің баяндамаңызда жұмысшының кінәсі дәлелденсе де бәрібір 25% төленеді деп айттыңыз. Соған бір қысқаша ғана айқындау сұрақ. Егер де мысалы қоғамдық көлік жүргізушісі ішімдік ішіп, жол көлік апатына ұшырап мүгедек болып қалса, біз бәрібір де оған 25% төлейміз бе? Рахмет. Самат Русланұлы, өте маңызды сұрақ. Бұл мәселені біз бір дегенде жұмыс тобында көтердік. Сондықтан бұл мәселеде еңбек кодексінде нақты реттелген. Егер ол жаңағы нашақорлық бойынша, алкоголь бойынша, ішімдік басқа да проблемалармен, егер бір мәселені жасайтын болса, онда ол біз айтқан нормаларға бағынбайды. Онда ол 100% өзі кінәлі болып саналады. Сондықтан бұл жерде ешқандай қатысы жоқ. Егер ол арақ ішіп алып, мысалы жаңағындай қолын бір аппаратқа, құрылғыға тығып жерсе деген сияқты ғой. Енді ондай мәселе бұның ішінде жоқ. Бұл жерде нақты заң бұл мәселені нақты қарастырған. Депутат Сатыбалды Ерболат Жалғасбайұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Жалпы өте маңызды заң жобасы. Мен өзім қолдаймын. Енді Асқарбек Ертаев мырзаға екі сұрағым бар. Біріншісі, заң жобасында кәсіпорындарды алдын ала хабардар етпей тексеру мүмкінділігі ұсынылып отыр. Бірақ қолданыстағы кәсіпкерлік кодексте жоғарғы тәуекелдік объектілерді жылына бір реттен артық тексеруге болмайды. Екінші, тексерулер мен профилактикалық бақылауларды бірдей мерзімге атқару керек. Графиктер мен тізімдер жыл сайын алдын ала жариялау міндеттеледі. Бұл жағдайда кәсіпорында қай кезеңде тексеріс болатынын нақты біліп отыруға болады. Соның салдарынан жаңа сіздер жазған внезапный тексеру механизмі қағаз жүзінде ғана қалады. Осы нормалар күшінде тұрған кезде шын мәнінде күтпеген тексеру қалай жүзеге асырылады? Министрлік бұл қайшылықты қалай шешу жоспарлап отыр? Екінші сұрақ. Еңбек қауіпсіздігі талаптарының бұзылуы жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығына тікелей қауіп төндіреді. Соған қарамастан бұл сала жалпыға бірдей кәсіпкерлік кодекстің шектеулерімен реттелуде. Бірқатар елдерде еңбекті қорғау саласы жеке бақылау режимімен қамтамасыз етіледі. Осы мәселеге министрліктің ұстанымы қалай? Рахмет. Асқарбек Маратұлы, еңбек министрлігі. Сұрағыңызға рахмет. Екінші сұрақтан бастайын. Жаңа еңбекті қорғау жағынан мен жаңа өзімнің 5 бағытты айттым. Ол біріншіден біз өзіміздің интеграл оценкамызды жүргізіп жатырмыз. 95 мекеме бізде осындай, где имеются вредные и опасные условия труда, мы их мониторим. Это обязательно требование, если госинспектор видит, что рабочее место какого-то работника не соответствует и имеет вредные условия труда, не выданы ему средства индивидуальной защиты, то идет предписание. Это идет на рабочий кабинет работодателя в электронном виде. Это первое. Второе, это однозначно страхование работников от несчастных случаев. То есть мы эту работу введем по 175 предприятиям. 113 уже застраховали своих работников. Эту работу мы будем дальше проводить, чтобы все 175 охватить. Здесь в основном сидят крупные и средние предприятия. Третье, это усиливаться будет мониторинг со стороны государственных инспекторов по выдаче индивидуальных средств защиты. Что касается проверки внезапной, то она у нас осуществляется в рамках заявлений, которые поступают от работников и в целом заявителей. И второе, у нас есть плановая
профилактический контроль. За год мы ставим себе 600 проверок, из которых вот на сегодняшний день мы уже большую часть провели и провели это профилактические работы. Во время этой работы выдается предписание работодателю, какие рабочие места имеют риски по вредным и опасным условиям труда, где нет недостаточно обеспечен работник средствами индивидуальной защиты и так далее. Эта работа у нас будет проводиться в рамках концепции безопасности и охраны труда. И у нас есть ряд поправок, которые мы планируем инициировать как правительство. Над этим еще работа ведется. Мы с новыми поправками в части внезапной проверки и улучшения безопасности и охраны труда мы обязательно внесем в парламент. Спасибо. Депутат Сатыбалды, екінші рет. Мен жаңа нақты сұрадым ғой, жаңа зиянды, қауіпті ортада жұмыс істейтін кәсіпорындарды жалпы кәсіпкерлік кодексінің аясынан шығарып, осы мекемелерде еңбек қауіпсіздігін басқа бір режимде тексеруге министрліктің көзқарасы қандай, осыны сұрадым ғой. Ар жағын бәрін жасалған жұмыстарды айттыңыз ғой. Рахмет. Асқарбек Маратұлы, нақты қысқа ғана жауап беріңіз. Да, вот, на примере Кармета скажу, вот мы видим, что по системе в Кармете должность шахтера не обеспечена средствами индивидуальной защиты, вот по информационной системе. Первое, мы отправляем уведомление работодателю, если он не реагирует, то уже идет предписание, что мы регистрируемся в прокуратуре и выходим на проверку. У нас на сегодняшний день такая практика идет. Вот. Мы эту часть хотим дальше совершенствовать, чтобы уже работодатели без как бы внезапной проверки уже реагировали. Поэтому... Қысқаша мен қоссам, Ерболат Жалғасбайұлы, сіз білесіз, біз осы заң жобасының ішінде оны кәсіпкерлік кодекстен шығарып, жеке тәртібін жаңағы сіз айтқандай істеуді ұсындық. Үкімет ол мәселені қолдамады, бірақ дегенмен біз бұл жұмысты әрі қарай жалғастырамыз, сондықтан біз жаңа норманы дайындап жатырмыз. Егер оны кәсіпкерлік кодекстен шығарса, оған нақты енді осы заңмен реттелетін нақты тәртіпті біз енгізуіміз керек. Сондықтан екінші оқылымға дейін және бізде жалпы қазір мәжілісте бірнеше заң жобасы осы еңбек мәселелеріне байланысты қаралып жатыр. Оны бірге бұл мәселені жүргізейік. Жалпы министрлік бүгін бұл мәселеден жалтарып отқан жоқ. Бұл мәселені жалпы түсінікпен қарап отыр. Сондықтан бұл мәселені шешуге барлық мүмкіндіктер бар деп мен санаймын. Депутат Абенов Мурат Абдулламитұлы. У меня вопрос, Асхат Канатович, к вам. Я думаю, многие граждане, тысячи граждан ждут этот закон именно в части, где мы договорные отношения переводим в трудовые. Если честно, этим многие работодатели злоупотребляют. Когда-то внесли закон в Трудовой кодекс изменения. Ну, понятно, что олигархические группы под себя сделали. Я вот единственный повод, когда я сам занимался, Абу-Даби Плаза, крупный работодатель, 1200 человек каждый день приходят на работу в течение больше года, но их трудовые отношения были зарегистрированы, люди тогда начали протестовать, я с ними встречался. И вот здесь вот мало вроде инструментов, как сам человек может доказать. Вот три позиции, которые сказал сейчас вице-министр, они, мне кажется, недостаточны. И все будет определять только министерство. Здесь еще коррупционная норма есть. А почему четко не распишем? Вот, например, за рубежом есть такой принцип. Не может быть долго, бесконечно гражданские трудовые отношения. Больше года все это должно быть трудовые отношения. Но это же и налоговая может отследить. Почему мы Министерству труда эту функцию даем, они кого-то накажут, кого-то не накажут. И видите, в явочном порядке, он уже 2 года работал, выявили, говорят, переведите его на трудовые. Подождите, они уже закон нарушили. Нарушили права наших граждан. Они должны были получать, значит, ОСМС, должны были отпуска получать. Они 2-3 года работают по временным трудовым отношениям, а Министерство труда через 3 года выйдет и скажет, ладно, хорошо, ты дальше так не делай, но он 3 года обижал человека, нарушал его права. Я вот предлагаю все-таки налоговую подключить. Если в течение года одна и та же зарплата идет, не объем вот этот, все надо выявлять и сразу наказывать, возвращаться и привлекать. Вот до 2-го чтения давайте вот это изменим.
Спасибо, Мурат Аблумович. Абсолютно с вами согласен. Поэтому здесь есть в целом вот эта норма по ГПХ, это раз. Второе, мы предусматриваем цифровизацию вот этих трудовых отношений. Потому что сейчас все это в тени. Даже если мы сделаем условно вот такую норму, более детальную, увидеть, у кого какие отношения, трудовые или ГПХ, не регистрируются. Поэтому мы хотим сделать так, чтобы и ГПХ, и иные трудовые, если отношения, трудовые договора регистрировались. Там мы будем видеть и по отчислениям, будем делать интеграцию с налоговым комитетом по заработной плате, с банками и так далее, будем видеть периодичность, потому что ГПХ это когда условно мы оказывают какие-то разовые услуги, написать какой-то текст или там книгу, пожалуйста, вот она услуга, одна услуга, такая-то стоимость. Или там условно услуга покрасить вот эту комнату. Ну, один раз или там он сделает эту услугу. Но это не может продолжаться там год или каждый день он приходит на работу, выполняет трудовую функцию, у него есть трудовой распорядок. Это все 27 статье указано как конкретные, значит, индикаторы трудовых отношений. Давайте до второго чтения, если есть дополнительные предложения, мы поработаем. Спасибо. Депутат Бапи Ермурат Сейтқазұлы. Рахмет, Ереке төраға. Асхат мырза, сізге мынандай бір сұрақ, екі сұрақ. Біріншіден мынау мемлекетаралық немесе үкіметаралық келісіммен Қазақстанға өндіріске келген шетелдік компанияның жұмысшысы мен қазақстандық компанияның жұмысшысы арасында, мәселен, мұнай өнеркәсібінде бұрғылаушы. Екеуінің арасында жалақыда үлкен айырмашылық бар. Осы жағдайды, осы әділетсіздік дейміз бе, алалау дейміз бе, жағдайды реттеу жөнінде осы заң жобасында қандай бап бар? Біріншіден. Екіншіден, мына жұмыс еңбек қатынастарын қалыптастыру жөнінде жұмыс беруші мен тәуелсіз кәсіподақ арасында, жалпы кәсіподақ арасында және тәуелсіз кәсіподақ арасындағы қарым-қатынастарды реттеу жөнінде осы заң жобасында көрсетілген бір нормалар бар ма? Көп рахмет. Рахмет, құрметті Ермұрат Сейтқазұлы. Жаңа сіз айтқан мәселе бойынша арнайы норма қарастырылған. Жаңа біздің Павел Олеговичтің қойған мәселесі де негізі осыған байланысты болды. Өйткені бізде АУП пен жай жұмыскерлердің арасындағы мәселені біз бұнда қарастырып отырған жоқпыз. Бұндағы нақты норма бір қызметкер, егер ол жаңағы слесарь болса, сол слесарьдің егер талаптары бір болса, білімі бір болса, істеп жүрген жұмыстары бір болса, оның арасында қазірдегінде үлкен алшақтық болмау керек деп, әсіресе бұл жаңа сіз дұрыс айттыңыз, біздің өзіміздің мамандар мен шетелдегі мамандарға тиесілі үлкен сұрақ. Сондықтан біз осы заң жобасында арнайы норманы енгізіп отырмыз. Енді осы жаңағы айырмашылық бойынша нақты бір меже тиісті келісім шартта қарастырылатын болады деп біз осындай ұсынысты енгіздік. Бұл ұсыныс қолдау тапты, дауыс бердік. Бүгін сіздер қолдайтын болсаңыздар, онда бірінші оқылымда бұл нормада қабылданатын болады. Енді екінші мәселе кәсіподақты реттеу мәселелері бойынша негізі бүгін еңбек кодексінде көп мәселелер қарастырылған. Бірақ бүгін біз бұл мәселені қарастырып отқан жоқпыз, өйткені мәжілістің қарауында осы мәселеге байланысты арнайы заң жобасы бар. Сондықтан сол заң жобасы болғаннан кейін біз бұл заң жобасының ішінде бұл мәселелерге барған жоқпыз.